Қасыңыздағы жүрген қосаңыз, ер азаматты өзге адамдарға жамандай беретін болсаңыз, оның кемшілігін тыққаннан гөрі сыртқа жария етіп, туған туысқандардың ортасында, құрбы құрдастардың ортасында бір пісірген ет ұқсатып, мә дастарханға деп лақтырып жіберіп, тәтті емес, тұзды емес деп әңгіменің ортасына салатын болсаңыз, сіз семьяда нағыз сатқындық жасап жатсыз. Ер азаматты өзге әйелдердің арасында сөзге салатын әйелдер өзінің ер азаматтың биіктігін төмендетеді. Өзге әйелдерге тек қана әңгіме керек. Ха-ха, хе-хе-хе болды. Ал сіздің абыройыңыз сол сәтте төменделеді. Сондықтан да барынша өз шыдамдылық білдіртіндер, ер азаматтарыңыз ұрса, арақ ішсе шыдаңдар деген сөз емес, қыздар. Егер де жай реніш, бір-бірлерін түсінбейтін сәттер болатын болса, бірінші өз-өзіңізбен еңбектеңіз. Екіншіден, зу етіп мамаларыңызбен құрбыларыңыз арасына барып ер азаматыңызды жамандамаңыз. Ер азаматыңызға қараңыз, айтыңыз, бұл семья үшін не істеп жатыр? Сол кезде байқайсыз. Сіздің ер азаматыңыз көп жағдайда өзінің соңғы майкасын шешіп беруге дайын, сіздерді аман алып қалу үшін. Жай бір реніштің кесірінен ер азаматты жамандауда, 32 тілдің артында тұрған тәтті тіліңізге мән бермей, ашты сөздеріңізді салып қойған кезде сіздің ер азаматыңыз біріншіден абыройы түсіп, екіншіден ризығы төмендейді. Өйткені сөз ол энергия дейді, барып оның тағдырын, барып оның әрекетін, ісінің берекесін кетіресіз. Абай болыңыз. Сатқындық сөзден басталады, одан кейін ол әрекетке кетеді. Егер де сіздің ер азаматыңыз сіздің өзге адамдарға жаманда жүргенін біліп қоятын болса, оның алдында ақталу қиын болады. Абай болыңыз. Беделді, тұлғалы ер азаматтар ол тек қана атқа мініп көш бастап жүрген адамдар емес. Шахтада қара топырақтың иісін иіскеп, көмірдің күлінен мұрындары қап-қара болып жүрген, бірақ үйдегі 5 баласын аш қалдырмау үшін таза ауаның не екенін білмей жүрген ер азаматтардың қадірі мен құны қаншалықты биік. Әйелдері тастап 5 баланы өзі бағып жатқан қаншама ер азаматтар бар. Сол үшін әрқашанда ер азаматтың абыройын биіктету керек. Я бар, санасы төмен, жауапкершілік төмен ер азаматтар да бар. Өзінің әйелін қорғаудан гөрі қорлауда ұстайтын әйелдер бар, еркектер бар. Енді онда еркектердің санын азайту үшін біз қоғамда тек қана ажырасуды азайтайық, бірімізге жауапкершілікті көбейтейік деп айтудан басқа бізде шара жоқ. Менің каналымда ажырасуға азайтайық, тұрмыс психологиясы мен отбасы психологиясы айтылады. Менің басты мақсатым отбасы қарым-қатынасының сапасын көтеру. Мен сондай маманмын. 6 күндік жеке сабағым бар, 10 күндік курсым бар, клубым бар, әйелдерге арналған. Бұл жерде тек қана әрекет. Өздеріңізге қарай қадам жасаңыз. Ер азаматыңызға көңілің толмай жүрсе, өзінше басқа бір пішінде көргім келеді, ол мен үшін тырыспай жүр деп ойлайтын болсаңыз, сабаққа келіңіз. Сіз байқамай жүрген еңбегін зор екенін көрсетемін. Ер азамат бар жерде